Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Маңғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығында Маңғыстауға саяхат атты бағдарламасы және оны жүргізуші мен Ағырыс Бегарыс. Бағдарламамыз кезекті түсірілімін Айрақты, Шерқала секілді тарихқа толы кешенде жалғастыратын боламыз. Ендеше бірге саяхаттайық. Шерқала тауы ежелгі жер сілкіністері нәтижесінде пайда болған төрткүл ақбұр тау. Шерқала тауының биіктігі шамамен 308 метрді құрайды. Шерқаланың жақын маңайында шар тәрізді тастар мен тұтас гранитті сомтастар көптеп ұшырасады. Қазіргі уақытта туристік аймаққа айналған мекенжайда тарихи деректер мен аңыз әңгімелер өте көп. Кейбір аңыздар бойынша бұрынғырақтай Шерқаланың төбесінде кішкене қалашық өмір сүрген. Халық сол жерде өмір сүріп, дұшпандардың шабуылынан қорғанған деседі. Айрақтың жан-жағын құз жартастар, ал солтүстік жағында шығар бірақ жолы бар. Жалпы үсті мұнтаздай тегіс. Айрақты үңгілерінде шимайланған суреттер бар. Оларды біраз ғалымдар зерттеген деседі. Айрақты Маңғыстау ауданындағы Шетпе ауылынан солтүстік батыс жағында орналасқан Иір бойындағы оқшау тау. Абсолюттік биіктігі 148 метр. Кейбір тарихи деректерге сүйенсек, 1931 жылға дейін өзімен аттас елді мекен мен аймақ болған деседі. Бұл аймақта дала жануарларын суреттен ғана емес, өз көзіңізбен тірідей көруге болады. Дегенмен бұл жерде тағылар адамдардан алыс жүріп көзге көрінбеуі мүмкін. Дегенмен мұнда ақбөкендер мен қарақұйрықтар мекен етеді. Ал тау етегінде тасбақа, кесіртке, жылан секілді тіршілік иелері көптеп ұшырасады. Жалпы бұл аймаққа келу көктем мезгілінде ұсынылады. Себебі бұл мезгілде соғды қызғалдақтары бүршік атып, одан сайын алқапқа әсемдік бере түседі. Жалпы Шерқала Айрақты нысанына келгіңіз келсе, Ақтау қаласынан өз автокөлігіңізбен шамамен 2,5 сағат уақыт алады. Осымен бүгінгі саяхатымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Қош, сау болыңыздар.